Менің есімім Әдемі. Мен Нұрсұлтан қаласы жоғары политехникалық колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен мектеп кездерінен бастап көптеген үйірмелерге қатысып, музыкалық мектепті бітіріп, жан-жақты өнерлі болдым. Мен сүйікті істерімнің бірі волейбол спортын колледжде және оқушылар сарайында жалғастырдым. 2020 жылдың қалалық колледждер арасындағы волейбол жарысында колледж командасымен бірге мен чемпион атандым. Бұл командалық спорт түрі болғандықтан, ол біздің бойымызда достық, шыдамдылық қасиеттерін байытады. Мен осы спортты таңдағаныма және шұғылданып келе жатқаныма өте қуаныштымын. Бірінші курс кезінде біздің тобымызда милкшейк би тобы құрылған болатын. Мен сол би тобында өзімнің сахна мәнерімді, би тәжірибемді жетілдірдім. Біз көптеген қалалық жарыстарда бірінші орынға ие болдық. Солардың ішіне шаттық, жаңа белес кіреді. Мен сахнада билеген кезде өзімді бақытты сезініп, қобалжулар жоғалады. 5-ші сынып пен 9-ші сынып аралығында мен домбыра аспабы бойынша музыкалық мектепке бардым. Колледжге түскен соң мен домбыра үйірмесіне қатыстым. 2019 жылы біз шаттық қалалық байқауында ансамбль ретінде 2-ші орынға ие болдық. Әр жыл сайын біздің колледжімізде сапта жүру және ән айту шеруі болады. 2019 жылы мен біздің тобымызда командир болдым. Ұзақ уақыт бойы дайындалып, біз гран-при жүлдесін жеңіп алдық. Ал мен колледж бойынша үздік командир атағына ие болдым. Мен өзім өмір сүріп жатқан қоғамға барынша көмегімді тигізгім келеді. Сондықтан мен колледждің жастар комитетінің белсенді мүшесімін. Оқу орнымдағы кез келген мереке біздің ұйымдастыруымызбен өтеді. Және де мен қалалық масштабта да волонтерлік іспен айналысамын. Бұл іс маған көптеген достар, жаңа әсер әкеледі. Мен болашақта да өзімнің жан-жақты қасиеттерімнің арқасында үлкен жетістіктерге жетемін деп ойлаймын.